Достар, бүгін Бағдат диплом қорғайтын болды. Неге оны құттықтамасқа? Дайынбыз, Бағдат. Шын жүрекке құттықтаймын, Бағдат. Рахмет бауырым. Бағдат, сен жеңін биткоин симфониясын ойнап тұрған жоқ па? Темір қойсын сонда. Легінде келші, қайналың қалпында ма екен? Қалпында, жарайсың, Бағдат. Сен де қалжың қоймайды ғой деймін. Елден бұрын диплом қорғауға асыққаны өзіне сенгендіктен ғой. Болсандар, Бағдаттай болыңдар, жігіттер. Үш қоянды, бір таяқпен жығайын деп жатыр. Әй, ұлы қазақ халқының мақалын ұмытыпсың ғой. Екі қоянды демейтін бе еді қазақ? Я, екі қоянды. Ал Бағдат үш қоянды. Сен санай бер. Консерваторияны бітіреді. Бір ме? Үйленеді. Екі ме? Дипломды қорғайды. Үш ме? Бағдаттың өзі Климберг, өзі Шостакович. Әрине үш қоянды. Бірақ, әрине басын деймін саған. Шедевр! Әттегене Бағдат, осы жақсы ниеттігіні бетіңді жарақаттарыңа жарыспай тұр. Мойында, для храбрости өскенің ғой. Дима, қосайшы. Ай, әлгі сексеуіл құрғыр жарам деп болмай қалды енді. Тыңдаңыздар. Алдар көсе операсынан попури. Ордайтын Ажеван Климберг, Бағдат Мамаров. Профессор келе жатыр. Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Ректораттың ұйғарымы бойынша бүгін Мамыров Бағдатқа диплом қорғауға рұқсат етілген болатын. Қазір соны өз орындайды. Бастайды Бағдат. Бағдат, біз сені бұрыннан білеміз. Сен талантына сүйсінеміз. Меніңше бұл сонатада ыңғайсыз сәттегі көңіл күй ғана бар. Бірақ музыкалық шығарма ретінде қабылдауға болады ғой сен. Солай Бағдат. Сен әлі диплом қорғауға әлі асықпа. Шабытқа, шаттыққа толы музыкалық кел. Біз саған сенеміз. Уайымдама Бағдат, барлық жақсы болады. Қайықпа. Қара басымда жоқ қуанышта. Профессор маған қайдан тап дейді өзі. Адам өмірінде әке мен шешенің алатын орны бөлек қой. Ал профессор менен шаттыққа, қуанышқа байланысты әндер күтеді. Қамықпашы Бағдат, жағынамын жабықпашы. Несі бар? Қабілетің жетеді ғой. Жаз есе қайтадан атшығы сал. Қуанышты, екеуміздің қуанышымызды жазшы Бағдат. Өмірдегі жалғыз қуаныш сен, бұны басқа қуанышты білмеймін. Басқа қандай қуаныш бар? Қызықсың Бағдат, мектеп бітірдің, қалаған оқуға түстің, оны да бітірдің. Бұл қуаныш емес пе? Таланты бар композитор боласың. Халық таниды, құрметтейді. Бұл қуаныш же. Өмір, бізге берілген өмірдің өзі қандай тамаша Бағдат. Бақытты болғым келеді. Түсінемін бұны. Өмірге артар өкпем жоқ. Ал шағым бақыт деді. Сағындым бұны. Әке мен анам, құшағын мейірімін сағындым. Уайым түбіттің қойық Бағдат. Түсесің де кетесің. Бұны Айбар қызынан есіңде ғой? Я, есімде. Құс болып ұшып жоғалсам, нетер едім? Сен іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем, нетер едім? Күл боп бірге соңынан кетер едім. Бұлдырасам сағындым, нетер едім? Құс боп ұшып ақыры жетер едім. Қайға келсем басым, нетер едім? Қайғы демеші Бағдат, қайғы құрсын. Неге шошыдың бұны? Достықта, махаббатта қайғыдасың ұмытып ме? Айтпа Бағдат, атама, бақытты, ең бақытты адам болғым келеді. Бұны, сен мені сүйесің бе, әлде аяйсың ба? Сүйемін де, аяймын. Сүйесің бе, аяйсың ба? Неге өзі? Тек араздықпен ғана алдан жүрген жоқсың ба? Жоқ, Онда оқу бітті ба? Ендігі өмірді бірге бастаймыз ба? бастаймыз.
күніңмен құттықтап келдім. Баянды болсын, бақытты бол. Рахмет, Асан, рахмет. Өзіңді де құттықтаймын. Қайда жіберді? Қашан Ауылға. қайтасың ауылға? Папаңның қарауына. Ветеринар 2-3 күнде қайтам. Рас па? Иә. Ох, тамаша, енді папам сені ұстайды-ау. Әйтсе де папаның дәрісін айтқандай қатал емес. Ол мені жақсы көретін. Әлі де солай. Өзіңді қайда жіберді? Мені де ауылыңа деп отыр, бірақ ойланамын әлі. Ойланам. Өз ауылынан өзің алақтағың келе ме? Қызық екен бана. Туған жерден, туысы артық әке шешеден ешкім жоқ па? Асан, бірақ Иә, Бірақ айналайын ата-ана өздері үшін емес, өзге үшін өсіреді екен ғой біздерді. Бұны мен түсінем сені. Мен өзім де түсінмеймін. Бұны кетейікші ауылға. Папаң соншама қуанады. Ұмытшы бәріне, бұны. Кімді? Асан, нені ұмытам? Бәріне. Ұмытшы Бағдатты. Бағдатты? Қалай? Қайтып ұмытам, Асан, не айтып тұрсың? Мен бәрінде білдім, Бану. Ақылыңа салсаңшы, Бану. Аяйым сені. Кетейікші ауылға. Сүйем сені, Бану. Сүйем? Сен кімді сүймедің, Асан? Менің көргенім үшеу, қалғанын өзің айтшы. Менің сүйетім сен ғана, Бану. Айыбым айтпағаным. Айша түсінбеді мен. Ол мені жақсы масқаралады. Айтқанының бәріне сенейін ағасан, бірақ тым кешіктің. Адаспа, Асан, адастырма, қош сау бол. Қоштаспайын, Бану. Сенің жолың бақытқа басатын жол емес. Ойлан, өмірмен ойнауға болмайды. Асан. Жоқ, Бану. Мен сенен қара үзіп қалмаймын. Қайтса да табам сені. Ұлымның атынан, анамның атынан, екеуміз ұшқан ионың атынан. Ант етем. Өзіңді қайда жібердің? Мені де ауылыңа деп отыр, бірақ көремін әлі. Дегенмен жағдайларым өте қиын екен. Тыңдасаң да, тыңдамасаң да саған бір ауыз ақыл қосуды өзімнің борышым деп ойлаймын. Тыңдар мısың? Я, апай, айтыңыз, тыңдайын. Айтайын. Әлгі Бағдат екеуің біріңді-бірің сүйсең, біріне-бірің сенсең, махаббаттарымен қосылуларың ешқайда қашпас. Сен осында, ол елінде бір жыл қызмет етсің. Сендер былай сендер. Біраз жағдайларың жақсартыңдар. Кейіннен сен ата-анаңа білдірдің. Меніңше асығуларың тым орынсыз сияқты. Сол себепті асықпай қойыңдар. Я, ойланып көруге болады екен. Ал Бағдат өз сондай жақсы бала. Бірақ та оның бойында О, міне өзі келіп қалды. Құдайым-ау, мына сен таңертеңнен бері күтіп отыр. Жаңа Менде жаңалық бар. Қандай дейсің ғой? Профессор мені өзіне шақырып, бір сағат боян келесің. Ал енді маған деген ілтипатын көрсең, өмір, болашақ, өз туралы көп ақыл айтты. Әлгінде өніп бара деген таныс болайық қарындас Алматы музыкалық училищесінің преподавателі Бағдат Мамыров. О, құттықтаймын. Рахмет. Менде де жаңалық бар. Иә, қалдырды ма? Қалдырма деп айтып барғаным жоқ, Бағдат. Сен маған да, өзіңе де қолайсыз жағдайды қаламайсың ғой. Жоқ, қаламаймын. Қауіптенесің бе? Жоқ, Бағдат, жоқ, қауіптенбеймін. Мен бір жылша ауылда істеп жүре тұрсам, ата-анамды қуантсам, көңілдерін ауласам, Бағдат. Сен де бір жылға шыдасаң, бәрін де қойшы, бірақ ата-ананың алдынан өтпеу, қиянат қой тым. Қиыншылық. Ата-ана демесең, оған да сөзге болады. Я, Бағдат, папа мен мамам. Түсінемін ба? Өзіме болар, өзгенің қуанышын қор етер мен емес. Қалағаның болсын. Мен саған өмірлік сенемін.